Қайтып күтеді мені? Алсаң шын. Ишан. Бұл кім? Айшамен сөйлесуім керек еді. Айшамен? Қазір. Бауырым, өтініш есікті аш, Айшамен сөйлесетін сөзім бар еді. Сәлеметсің бе? Айшаны шақырып жібересің бе? Айша қайда екенін білмейсің ба? Жоқ, ол кісіге не болды? 2 күн болды таппай жүрміз. Еш жерде жоқ, ешкім білмейді. Айша, тәте. Саған не болған? Ауырып тұрсың ба? Иә, кішкене мазам болмай тұр. Мен Айша қайда екен, аман болса екен. Саған точно хабарласқан жоқ па? Жоқ. Тірейт, маған кету керек. Нағызға не болған? Айша, қалайсыз? Кешіріңізші. Айша, ерке болам менің ұлым. Адам болмады енді ол. Әйел адамға қол көтерді дегенге мен үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Не жетпейтінін білмеймін. Жегені алдында, жемегені артында. Аузына бар тәттіні тосып өсір. Жас қой енді. Қызуғандылықпен қателік жасаған шығар енді. Баламның атынан кешірім сұрап келіп отырмын. Айша, сізде ұл өсіріп отырған анасы ғой. Мен түсініп. Осы арада болған жайтты ешкімге айтпай, осы жерде қалдырсақ. Ем-дом жағы болсын, менің қолымнан келетін істер болсын, сізге бар көмегімді берем. Түсіңізші енді. Сіз кімсіз?
Айшаны көрдіңіз ғой. Жағдай онша емес. Сіз кім боласыз? Мен оның күйеуім. Жаңа өтіп бара жатып, чисто случайно әңгімелеріңізді естіп қалдым. Сонда сіздің ұлыңыз менің әйелімді ұрған ғой. Солай ма? Сені мені... Ашуланбаңыз. Өзіңіз айттыңыз ғой, бәрін арамызда қалдырсақ деп. Неге соны жасамасың? Тек бір мәселе бар. Оны енді өзіңіз де түсініп тұрсың. Түсінікті. Ем домна. Жақсы, сау болыңыз. Келіп тұрмыз. Алло, Архат, сенің бұрынғы әйелің келді. Барлығын біліп қойыпты. Менің де сенің де психушкада жатқаныңды бәрін біліп отыр ғой. Мен арызымды аламын. Тоқташ. Дұрыстап айтшы, асықпай. Не болды? Архат, менің басым екеу емес, осы жерден тоқтатайық деп тұрмын мен саған. Маржан, Айшаны өзім аламын. Өзім шешем оның шаруасын. Жарай ма? Сен арызды алушы болма. Мені базадан алып тастаймын деп едің, оны да алмағансың. Айша, мен арызыңды алмасаң, жындыханаға қайтып жауып тастаймын деп қорқытып жатыр. Мен саған айттым ғой, алып тастадым базадан деп. Все деп. Ертең тағы да барып тексерем. Сен маған ақшамды да берген жоқсың. Все, давай. Дальше без меня, хорошо? Маржан, тоқтай. Қойма трубканы. Тыңда мені. Егер мен кететін болсам, сен де кетесің, ұқтың ба? Так что жақсылап ойлан. Мен саған ақшаңды берем, Айшамен де өзім шешем. Все. Арызды алушы болма. Айша, мынау кімнің үйі? Менің үйім. Біздің үйіміз қайда? Мен телефонмен сөйлесіп кетейін. Не болды? Қайда үйіміз? Біздің үйіміз жоқ. Неге? Жан, сен осы күйге түскеніңе сол оқиға себеп. Қандай оқиға? Тек мықты болшы, жарай ма? Мен ол кезде жұмыста болдым. Көршілердің бірі хабарласты. Үйің өртеніп жатыр деп. Үйге жетіп келсем, сен отырсың. Саған бір нәрсе болды ма деп қатты шошып кеттім. Бірақ медет. Медет деген кім? Сол күн есіме түссе, әлі жүрегім қанжылайды, жаным. Архат, айтшы, медет деген кім? Ол біздің ұлымыз. Сол өтті.
кетті. Жан, сен кінәң жоқ. Оның бәрі случайно, шынымен. Мен кінәлімін бәріне, жан, өзіңді кінәламашы. Сендерді жалғыз тастап кеткен мен кінәлімін, кешірші мен, жан. Сонда мен өз ұлымды Тыныштық. Отырыңызшы. Отыр. Су ішесің бе? Қазір. Балам, сен қайдан жүрсің? Қайсымын? Айшаның жоғалуы сенің ісің емес пе? Жоқ, менің ісім емес. Бірақ қайда екенін білем. Тірі ме өзі? Тірі. Менің жанымда. Сен тағы не бастағалы жүрсің, а? Сол қатынның қыр соңынан қалмай қойдың ғой. Осы көргеніңде жететін шығар? Мам, уайымдамаңызшы. Бәрі жақсы болады. Не жақсы болады, айтшы, а? Балаң жоғалды. Әкең хәл үстінде. Қарындасың больницада жатыр. Айшаны қамап ұстап отырсың. Мам, мен оны қамап ұстап отырған жоқпын. Ол өзі маған келген. Мен қазір Айшамен реттеп алайын, сосын медетті өзім тауып аламын. Қалай? Араларындағы соншама жағдайдан кейін қалай ол өз еркімен отырады? Оның үстіне бұның байы бар емес пе құрсын? Мам, Айша есін білмейді. Өзінің кім екенін ұмытып қалған. Қалай сонда? Қалай болғанын білмеймін. Жанна оны больницада есі ауысқан күйде көріп қалған. Сосын маған хабарласты. Енді не болады? Айтып тұрмын ғой, мам. Бәрі жақсы болады. Біз бәрін басынан бастаймыз. Қайта отбасы боламыз, бақытты боламыз. Бірақ бізге ақша керек. Жоқ ақшаны қайдан табам мен саған? Әкеңнің еміне ақша таппай отырмын. Үйдің құжаттарын беріңізші. Оны не істейсің? Қорықпаңыз, мам. Сатпаймын, тек қана залогқа қоямын. Сосын ақша болғанда қайтарып беремін. Шын ба? Шын айтамын. Сізде бұл бірінші жүктілік пе? Иә. Айтуға ыңғайсызданып тұрмын, бірақ Не? сіз түсік тастадыңыз. Сабыр сақтаңыз. Бұл жастардың арасында жиі кездесетін жағдай. Өз сөзіңізді күтіңіз. Күйеуіңіздің номерін айтсаңыз хабарласайын. Күйеуім жоқ. Кешірім сұраймын, білмей қалдым. Әкем ошақта реанимацияда. Сол кісіге барайын. Жүріңіз, мен сізді шығарып салайын. Өзіңіз осылыңыз ақын. Жай жүріңіз.
Бәрі жақсы болады. Уайымдама, жарай ма? Уақыт өте келе бұл сұмдықтың бәрін ұмытамыз. Сен де мені кешірші. Әрине жан. Әрине кешірем. Сен кешірмегенде не істеймін? Рахат, сосын мен сен бірдеңе сұрайыншы. Иә? Менің жақындарым, туыстарым бар ма? Болған. Жандос дегенім. Бірақ ол қазір түрмеде. Не үшін? Жан, давай ол тақырыпты қозғамай қояйықшы. Саған ауыр болған қалай? Рахат, айтшы, не болса да. Жандос кәмелет жасқа толмаған қызды зорлап түрмеге түсті. Оның адвокаты менің папам. Қанша тырысса да бірақ шығара алмады жан. Одан басқа ешкім жоқ па? Жан, болды, қойшы деймін. Қазір қиналасың. Рахат, өтінем, айтшы. Мамаң мен папаң Жандостың жағдайын көтере алмай ауылдан көшмекші болды. Бірақ көшіп бара жатып, әкемнің жүрегі ұстап, жол апатына түсті. Екеуі де қайтыс болды. Айттым ғой, жан, болды. Қош, болды. Басталды. Қайсы? Дәрін ішіп алшы. Көмектеседі. Не дәрі бұл? Бұл тыныш қандыратын дәрі. Бұны ішпесең сен есінен ауысып қаласың. Да. Іш. Жан, маған сенші. Бәрі жақсы болады, жарайды. Отыр, кеттік. Отыр. Асықпаңыз ақын. Қызым, қызым-ау, құр сүлдерің қалыпты ғой. Сізді болады ма? Сараның өміріне қауіп жоқ. Бірақ Түсік пе? қазір қызыңызға қолдау қажет. Мүмкіндік болса, психологқа да апарыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет сізге. Жігіттер, қыздар, қазір бүкіл подъездердің алдына столыптарға барықтарын іліп шығыңыздар, өтініш қаршы. Так, сіз үшеуіңіз мына жаққа қарай кетіңіздер. Жігіттер, сіздер мына жаққа, сіз үшеуіңіз мына жаққа қарай кетсеңіздер, хорошо? Бүгін іліп тастайықшы. Біреулерден сұраңыздар, кім қайда екен, хорошо? Я Алла, сенің мейірімің шексіз. Сенен басқа қорғаным жоқ, қолдаушым жоқ. Қызым мен немерем жоғалып кетті. Өліме тіріме белгісіз. Оларды өзің қорғай көр.
олармен қайта қауыштыра көр. Я Аллам. Дәмді. Қайда? Жаным. Жанна. Маған тұрмысқа шығасың ба? Жауабыңды күтем. Маған ойлану керек. Мұның ойланатын несі бар? Алмас, дұрыс жағынан түсінші, мен сені жақсы көрем. Бірақ кішкене әлі дайын емес сияқты бұл ондайға. Уақыт берші маған. Жарайды. Бірақ ұзақ емес. Рахмет түсінгенге. Папа, қайдасыңдар? Маған көмектесіңдерші. Қайдасыңдар сендер? Айбар, неғып жылап отырсың? Сені кім ренжітті? Ауладағы балалар ренжітті ма? Ой, осы қанша айтам саған? Ана ауладағы бұзық балалармен ойнама деп. Болды, жылама. Жүр оқ. Ана сенің жақсы көретін пирожкиіңді пісіріп қойдым, шай ішеміз, жүр. Жылаған несі? Марғұн, сен маған өзі не болып жатқанын айтшы. Айша қалай жоғалып кетті? Нақты ештеңе айта алмадым, Жаке. Өзімізді іздестіріп жатырмыз. Бұрынғы күйеуінің үйін тексердіңдер ме? Ол да қалада жоқ. Көшіп кеткен дейді. Өстіп жүріп бірден көрініп қалмаса болды. Әйтпесе... Жаке, жамандық шақырмайық. Табылып қалар. Сіздің іс бойынша жәбірленушінің жынды деген справкасы. Ертең осы арқылы сотта жеңеміз деп отырмыз. Сотқа шамалды? Нақты белгісіз. Келесі айдың басына қояды-ау шамасы. Марғұн, маған сенің көмегің керек. Мен сотқа дейін бұл жерден шығуым керек. Сен ана қызбен сөйлесші. Ол қыз ертең маған қысым жасады деп арызданатын болса, мен адвокат құқығымнан айырыламын. Марғұн, сен үйленгенсің бе өзі? Әйел бала шағың бар ма? Бар. Онда өзіңді менің орнына қойып көрші. Түсіндім. Өзім барлығын жасаймын. Уайымдамаңыз. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Мінекей ыстықтай жеп ал. Ал. Ұрыспайсыз ба? Ойбай, ботам-ау. Мен саған қашан ұрыстым? Қана, ала ғой, ал. Жей ғой.
өзің жақсы көретін капустамен жасадым. Көптен жесең, күшің көп болады. Же. Кәні, же дейін. Апа, жесем үстім қышиды. Үсті қышыған несі? Кәні, же. Өзің жақсы көретін капустамен. Кәні, аса. Аса же. О! Кәні кей. Ой, мәттан іш. Ортасында капустасынан жесейш. Сөйтіп, капустасынан же. Өзің жақсы көресің ғой. Ой, Айбар, сен келгенсің ба? Мінекей, сенің жақсы көретін капустамен пирожкиді пісірдім. Же ғой, же. Сен осында отыра тұр. Мен қазір үйді көріп келейін. Архат, мына кісілер кімдер? Олар менің папам мен мамам. Олар қайда қазір? Әкем больницада ес-түссіз жатыр. Оған не болып қалды? Жан, айтпай қойсын бола ма? Архат, айтшы, не болды? Сен әкеме абайсызда жан пышақтығы болдың. Архат, қалай ол? Абайсызда пышақты болуға болады, Архат, кешірші мен. Сен кінәң жоқ. Айттым ғой абайсызда. Мен кінәлі. Саған дұрыс қарай алмадым. Салмаш. Архат, мен өлімге лайық екенмін. Олай деме, Айша. Олай деме. Мен сен алар кезде өз-өзіме уәде берген. Сенің жаныңда болғанда бәрі қашанды. Сол сөзімді тұрам. Өлім жайында айтушы оны, жарай ма? Жүр, аптекаға барып дәріні алып келейік. Дәрі таусылып қалды. Bir жағынан серуендеп қайтамыз. Жарай ма? Жүр. Сонымен сізге не керек? Не керек екенін түсініп отырсыз ғой. Артық әңгімейтін не қыламыз? Маржан, осыдан 3 жыл бұрын Қанат деген жігітті алдап, 40 миллион теңгедей ақшасын алып жоқ болып кеттіңіз. Бірақ ол ісіңіз ашылып қалып, Қанат сізге арыз жазғанда, сіз мені зорлады деп қарсы арыз жаздыңыз. Сотта Қанат жеңіп шығып, сіз сол кезде не істедіңіз? Дұрыс, өзіңізді жынды етіп көрсетіп, жындыханаға жатып алдыңыз. Маржан, арызыңызды қайтарып алыңыз. Сол кезде бәрі тыныш болады. Алмасам ше? Алмасаңыз, ертең сотта сізді жынды алаяқ деп дәлелдейтін боламын.
Сіз мені қорқытқыңыз келіп отыр ма? Қорқытып отырған адамға ұқсаймын ба? Жарайды, қорқытып отыр деп есептеңіз. Мен сіздің қалай екеніңізді дәлелдеп қана қоймай, бұл істің подстава екенін ашамын. Мен кіммін? Қасымдағылар кімдер? Күйеуім неге мен бұл жерге алып келді? Балам қайда? Күйеуім болса да мен неге одан қорқамын? Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес. Бірақ не? Айша? Не болды? Айша? Бірге болайықшы қайтадан. Жоғама енді маған бәрі бітті. Айша тәте табылды ма? Айшаның кездескен жайлы біреуге айтатын болса, өлтіреміз. Кешке дейін тауып төлмесеңіздер, Әділ мырзаны жалпы палатаға шығарамыз. Ешқашан сен кешірмеймін, түсіндің ба? Жаман болсын, ол сенің ағаң. Аға болып не істеді ол маған?